Елді дүрліктірген оқиғаның қысқаша көрінісі мынадай. Кеше таңертең Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласының орталық алаңына қала жұртшылығы тәуелсіздік күнін тойлауға жиналған. Мереке қарсаңында алаңға арнайы сахна орнатылып, киіз үйлер тігілген болатын. Ән шырқалып, барлық аймақтардағыдай мерекелік шаралар басталған уақытта үстеріне Қазмұнайгаздан қызыл күрең түсті арнайы жұмыс киім киген адамдар салтанатты шеруге лап беріп, олардың алдынан тосқауыл қойған. Сөйтіп мерекеге жиналған жұртпен осынау топтың арасында кикілжің басталған. Полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіп бұзушыларға ескерту жасағанмен, екіленген топ ештеңеге тоқтайтын қалыпта еместін. Тәртіп сақшылары оларды тоқтатуға барынша тырысып бақты. Алайда топ алдымен мерекелік сахнаны айналдыра қоршаған темір шарбақтарды, одан кейін сахнадағы музыкалық құралдарды оңды-солды лақтырып тастап, оқиға орнына жеткен тәртіп сақшыларына тап берген. Осылай жаппай берекесіздік басталған. Соның салдарынан Жаңаөзен қаласы әкімшілігінің ғимараты, Аруана қонақ үйі, Өзенмұнайгаз компаниясының Жаңаөзендегі кеңсесі өртке оранды. Қаланың орталық алаңындағы жаңа жылдық шырша мен тәуелсіздік тойына тігілген киіз үйлер де өртенді. Адам шығындары бар. Кешке бас прокуратура таратқан мәліметтерге қарағанда 10 адам қазаға ұшыраған, жарақат алған адамдар да бар. Қалаға кіргізілген арнайы жасақтар бүлікшілерді қуып таратуына тура келді. Қазір жағдай толық бақылауға алынды. Бүгін Ақордада өткен қауіпсіздік кеңесінің отырысында құзырлы органдар басшылары Жаңаөзендегі жағдай туралы баяндама жасады. Басқосуды мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қорытындылады. Кеше Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында жаппай тәртіпсіздік болғанын бәріңіз естіп білдіңіздер. Қалада тәуелсіздіктің 20 жылдығын мерекелеу үшін алаңға келген бейбіт тұрғындарға арандатушы бұзақылар шабуыл жасады. Шектен шыққан басбұзарлық салдарынан қақтығыс болып, одан қарапайым бейбіт азаматтар және полиция қызметкерлері зардап шекті. Оқиға салдарынан адамдар опат болып, көптеген азаматтар түрлі дене жарақаттарын алды. Ресми ғимараттар менен қонақ үй өртенді. Жеке тұлғалардың мүліктері, автокөліктер қирады, өртенді. Банкоматтар тоналды, магазиндер тоналды. Арандатушы бұзақыларға ерген топтың жиналған ішінен қазіргі мәліметтер бойынша 10 адам қайтыс болды. Бұл әрине өкінішті. Олардың барлығы біздің отандастарымыз, жоқ жерде осындай опатқа ұшырады. Мен олардың отбасына, жақын туыстарына, қайғыларына ортақ болып, өз көңілімді айтамын. Бұзақылық жасағандар менің ойымша мұнайшылар емес, басқа арандатушы күштер деп санаймын. Мұнайшылардың Өзенмұнайгазбенен келісімге келіп отырған әңгімелері басқаша болатын. Қайтыс болғандар менен зардап шеккендердің отбасына қолдау жасап, тиісті көмек берілетін болады. Жаппай тәртіпсіздік фактілері бойынша қылмыстық іс қозғалды. Менің арнайы тапсырмам бойынша Ішкі істер министрі Қасымов шұғыл іздестіру тобын құрып жұмыс істеп жатыр. Олар оқиға болған жерде жан-жақты тергеу жүргізеді. Қайғылы жағдайға себеп болған теріс пиғылдарында туыстар мен кінәлілерді тауып, оларды заң бойынша тиісті жазаға тартатын боламыз. Ерекше ескеретін бір жайт, мұндай жағдай 21 ғасырда дүниежүзінің дамыған елдерінің көбінде болып жатыр. Бұл қазіргі экономикалық дағдарыстың әсері болып табылады. Ол біздің көршілерімізде де болды. Қан төгілумен аяқталған. Ол басқа мына өркендеген өскен елдердің ішінде де болып жатыр. Оны көріп біліп отырсыздар. Сондықтан мұндай оқиғаларды жақындану жағдайында дағдарыстың бір салдары деп білу керек. Мен ел тәуелсіздігін нығайту жолында біздің басты байлығымыз ел бірлігі екенін 20 жылдан бері ұдайы айтып келемін. Сол бірліктің арқасында барлығын бір істеп отырмыз, жасап отырмыз. Елдің жағдайы да сол жағдаймен түзеліп отыр. Қазақстанның дәрежесі де сол жағдаймен көтеріліп отыр. Біз осы берекелі бірлігіміз арқылы биік белестерді бағындырдық. Қазақстанда қалыптасқан осы қастерлі бірлікті, бейбіт тірлікті бұзуға ешкімнің хақысы жоқ. Ол біздің бейбіт өмірімізге деген шабуыл болады. Заңның аты заң. Заңды өрескел бұзған кім болса да қатаң жазаға тартылады. Осыны ұмытпаған жөн.
Бас прокуратураның басшылығымен құрылған арнайы топ оқиғаның барлық жай жапсарын егжей-тегжейін тергеп, заң бұзғандарды анықтап, жүйелі түрде іс жүргізеді, және бұны жариялы түрде жүргізеді. Керек болатын болса, шет елдерден эксперттерді шақырып жүргізеді. Ендігі мәселелерді жергілікті болған әлеуметтік және экономикалық екі арадағы келіссөздер жүргізу үшін өкіметтің арнайы комиссиясын құрдық. Ол барлық жағдайға қарап, мәселелерді талқылап, уақытыменен, кезең-кезеңменен қалай шешуіміз керек қалыптасқан ахуалды. Соны шешетін болады, жергілікті жерде барлықта өзендіктермен ақылдасады, халықтармен кездесетін болады. Бірақ та мұнайшылардың экономикалық талаптарын шешу ол бір басқа, оны бас бұзарлық бұзақылардың істегені ол бір басқа, екеуін шатастырмау керек деп ойлаймын. Мен Жаңаөзен халқын сабырлылықпенен ұстамдылыққа шақырамын. Осы жылдардың ішінде Жаңаөзен қаласына қанша қолдан келгенше жақсылық істеліп жатыр. Қиыншылықтың мәселесі өзен мұнай газ өндірісінің мұнайы таусылып келе жатыр. Ол табиғи мәселе. Әр жерлердегі ондай кен орындар алдымен болады да, содан кейін таусылады. Ол таусылған сайын жұмыс беру жағдайы қиындай түседі елге. Соған қарамай, қанша құрылыстар әлеуметтік, балабақшалар, мектептер, ауруханалар салынып жатыр. Кішкентай қалаға. Бұл қалада ең басында мұнша халық тұрмау керек еді. Соған қарамай жағдайдың барлығы жасалып жатыр. Ал енді тұрғындары аз қалаға біз кейінгі кездегі өзіміздің саясатымызбенен шашырап кеткен қандастарымызды шеттен алып келіп орнықтырып жатырмыз. Жаңаөзенге Түркменнен, Қарақалпақстаннан көп адамдар келіп шоғырласты. Оларға жұмыс тауып беру оңай емес. Кеңбайтақ Қазақстанның жерінде жұмыс көп. Сондықтан жұмысы бар жерлерге, әсіресе жастар барып жұмыс істеп, өзінің болашағын жасау керек. Сол Жаңаөзенде жұмыс болсын деп темір жол салып жатырмыз. Каспийдің жағалауында өндірістер салып жатырмыз, жұмыс беру үшін. Басқа жерлерде осымен шұғылданып жатырмыз. Сондықтан мен ойлаймын, қазір жұртшылықтың алаңдауына ешқандай негіз жоқ. Тиісті жұмыстарды атқарамыз, барлығы өкіметтің бақылауында болады. Президент Жаңаөзен қаласының экономикасын, өртенген қираған нысандарды қалпына келтіру үшін, қала тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Жаңаөзенде төтенше жағдай қалыбын енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Төтенше жағдайдың бүгіннен бастап 20 күн күшінде болатынын айтқан Нұрсұлтан Назарбаев, егер оған дейін барлық мәселелердің басы ашылып, жағдай тұрақтана түссе, кез келген уақытта оның күшін жоюға болатынын айтты. Жаңаөзен қаласындағы мұнайшылардың бірқатары бірнеше айдан бері онда жалақыларын көтеруді талап етіп, наразылық шарасын ұйымдастырып жатқаны белгілі. Біраз уақыттан бері жұмысқа шықпаған олар еңбек заңына сәйкес жұмыстан шығарылған. Наразылық білдірушілермен өткізілген келіссөздер нақты нәтижеге жетпеген еді. Олар өздеріне ұсынылған басқа жұмыс орындарынан бас тартып, бұрынғы жұмыстарына қайта қабылдау, жалақыны көтеру және басқа да талаптар қойып, өз дегендерінен қайтпаған. Спор между бывшими работниками. Өзен мұнай-газ бөлімшесінің бұрынғы жұмысшылары мен ұлттық компанияның арасындағы дау бірнеше айдан бері жалғасып келеді. Тараптар ортақ мәмілеге келуге тырысуда. Алайда өкінішке орай ондай шешім әлі қабылданған жоқ. Алайда мен 16 желтоқсанда болған оқиғаның бұл дауға ешбір қатысы жоқ деп санаймын. Мұнайшылар өз жұмысын орындарында күнделікті жұмыстарын істеп жатыр. Ал Жаңаөзеннің ынтымақ алаңында болған оқиғаны басқа күштер өз мақсаттарына пайдаланып отыр деп ойлаймын. Жұмысқа қатысты наразылық білдірушілермен арадағы дау жақын арада шешімін табады деп сенемін. Были подожжены 42 административных здания. Оқиға барысында 42 әкімшілік ғимарат өртелді. Оның ішінде жергілікті акимат, полиция бөлімшесі, халық банкінің бөлімшесі бар. Қазіргі таңда Жаңаөзен қаласында қоғамдық тәртіп орнатылды. Жағдай тұрақты, қылмыстық ахуал толық қадағалауға алынды. Қоғамдық тәртіпті сақтауға қажетті барлық шаралар қабылданды. Айрықша маңызды нысандар қатаң күзетке алынды. Қазір Жаңаөзендегі тіршілік ағысы қалпына келтірілді. Бүлікшілер сабыларына түсті. Енді ондағы тіршілікті қалпына келтіру керек. Нұрлан Окаұлы, хабар агенттігі.